Сәлем достар, бүгін біз сан немесе әріп торт жасаймыз. Ең алдымен сары майымызды, миодымызды, қантымызды, жұмыртқамызды және ас содамызды салып, араластырып аламыз. Және газ плитада орташа отта қанты ерігенше араластырып тұрамыз. Болған соң алып, ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп лопатканың көмегімен араластырамыз. Кейіннен қолымызбен илейміз. Бір келкі масса болғанша илеп шығамыз. Бізде міне бір келкі масса шықты. Және осы массамызды 3 бөлікке бөлеміз де пергаментке жаямыз. Салмаған бүгін 1 деген сан керек болды. Осындай трафареттің көмегімен мен қиып аламын. Ал сіздерде осындай трафарет болмаса, қағазға сызып алып, қиып, осылай пайдалансаңыздар болады. Артық жерлерін алып тастаймыз. Міне екінші бөлігін жайдым. Осылай трафареттің көмегімен кесіп аламыз. Достар, мен каналыма тіркелуді, лайк басуды, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне осындай вилканың көмегімен тесіп шығамыз. Алдағы уақытта өте қызықты видеолар шығады. Тез жасалатын, оңай жасалатын рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. градуста 3-5 минут аралығында пісіп шығады. Артық массамызды осылай жайып, керек формамен кесіп алып пісіруге болады. Және торттың бетіне оформлениеге қойсаңыз, өте керемет болып шығады. Мен осындай жүрекшелер жасадым. Өте әдемі болып пісіп шықты. Енді кремімізді дайындаймыз. Сливкимізді, креметтімізді және қантымызды бірге араластырып, бір келкі масса болғанша айналдырамыз. Және осындай насатканың көмегімен торттың ортасына сығып шығамыз. Достар, өте керемет торт шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Егер де жасап көрсеңіздер, комментарияға иә деп жазып кетіңіздер. Және де торттың бетін әртүрлі қылып әрлеуге болады. Жем-жидектермен, шоколадтармен әрлесеңіздер болады. Міне бізде торт дайын болды. Және де тоңазытқышқа 3-5 сағат аралығында салып қойыңыздар. Сол кезде кремі сіңіп, әдемі болып тұрады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.